Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, подписка, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен қарта және қарындарды ет асқан кезде ерекше дәм беріп тұратындай етіп тұздаймыз. Мен бұл жерде 2-3 қайтара жуып, тұзды суға жарты сағатқа салып қойдым. Қарындарымыз жарты сағат тұзды суда тұрған уақытта сарымсағымызды майдалап турап аламыз. Бұл жерде 1 дана сарымсақты пайдаландым. Сарымсақты майдалап турап алғаннан кейін үстіне 7 шай қасық тұзымызды қосып, 5 шай қасық бұрышымызды қосамыз. Оның үстіне 10 грамм лавр жапырағының жартысы, яғни 5 грамм лавр жапырағын майдалап қосамын. Барлық заттарымызды жақсылап араластырып алып, қарынның үстіне қосып, тағы да бір араластырамыз. Жақсылап араласқаннан кейін осы тұздықта қарта мен қарындарымыз салқын жерде 1 тәулік тұруы керек. 1 тәуліктен кейін осы тұздығымыз қарта мен қарындарға ерекше дәм беретін болады. Мұздатқышқа сақтар алдында жеке-жеке мешокқа салып сақтаймыз. Қазан көтерер кезде, яғни ет асқанда жуып жіберіп салсаңыздар, дәмі ерекше болып шығады. Видеом сіздерге ұнаған болса, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Нұржамал.